қайырлы күн, қымбатты менің көрермендерім. Сіздермен Сарыағаш тәттілері. Бүгінгі бағдарламада біз сіздермен осындай керемет хит болған Whoopie Pie тортынан сан тортын жасайтын боламыз. Бұл бағдарлама керемет кондитер болғысы келетін қыздарға, жаңадан жасап жатқан қыздарға арналады. Барынша экранға түсінікті етіп жазуға тырыстым, және де осындай керемет тортты жасай отырып, бүгін біз керемет қисса оқимыз. Бүгінгі қиссамыздың тақырыбы Ібілістің адамды тамашалау қиссасы. Бұл қисса адамның көкірегін құндылыққа толтыратын, еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін өте керекті болып табылатын құндылық болып табылады. Ал олай болса кеттік, Ібілістің адамды тамашалау қиссасы. Ұлық Алла адамды топырақтан жаратып, барлық мақұлыққа орынбасарын тамашалауды бұйырды. Періштелер жиналып, адамды айналып қарап көрді. Сол кезде Ібіліс лып етіп, адамның мұрнынан кіріп, оның бүкіл дене мүшесін, ағзасын, қан тамырын аралап қайта шықты. Ол періштелерге, бұл мақұлық ұлық Аллаға орынбасар болуға лайық емес, деді. Неге? Деп сұрады періштелер. Себебі мұның тәні ас-ауқатқа, ұйқыға, қызық рахатқа тәуелді. Тез шаршап, тез қартаяды. Суыққа тоңғақ, ыстыққа қаталағыш. Қарны ашып, ұйқы қысқанда жыртқышқа айналады. Одан бөлек көңілі атақ даңқ, мансап билікке тез мас болады екен. Жылтыраққа көрсе қызар, дүние мүлікке тойымсыз, әйелге шыдамсыз, құмарлығын қандыру үшін күнә жасап, қылмысқа тез ұрынады. Шектен шыққанда қан төгіп, соғыс ашады. Мұның бізден артық жерін байқамадым, тек түсініксіз бір нәрсе бар, деді Ібіліс. Періштелер, ол не? Деп сұрады. Ібіліс, кеудесінің сол жақ тұсында жұдырықтай жүрегі бар. Сол жүрекке кіре алмадым. Ішінде не бары белгісіз, құпиясын бір Алла өзі біледі, деді. Періштелер, адамның құлағы, көзі, мұрны бар екен. Осы сезім мүшелерімен Алланың хикметтерін танып білсе керек, деді. Ібіліс алақанымен адамның құлағын сипады да, мұның құлағын хаққа керең қылдым. Енді құлағымен дүниенің ғана сөзін еститін болады. Өсек аяң, бос сөзге құлағы түрік жүреді. Жын, пері, періштенің сөздерін ести алмайды, деді. Сосын саусақтарымен көзін жанап өтіп, енді екі көзі ақиқатқа соқыр болды. Көзімен дүние тіршілігін ғана барлай алады. Алланың сырға толы хикметтерін бас көзімен көруге дәрменсіз еттім. Ақиқатты екі көзбен іздейтін болса, міндетті түрде адасады, деді. Сосын алақанын адамның аузына тигізіп, аузы Аллаға жақпас лас сөзге бейім болар, мән мағынасыз бос сөзге үйір болар, басына келер 10 бәленің 9-ын өз тілінен табады. Бісміллә демесе, жеген асы арам. Мұның 5 сезім мүшесін Алланың хикметтерін танудан аулақ еттім, деп мақтанды да, адамның қарнын ұрып көріп еді, бос балшықтан даңғырлаған дыбыс шықты. Ібіліс, іші даңғырлаған қуыс екен, мақтағанды жақсы көреді. Мұның түбіне осы мақтан сүйгіштігі жетеді, деді. Ең соңынан жүрек тұсын саусағымен шертіп, осы жұдырықтай қызыл еттің ішінде не қасиет барын ұға алмадым. Оған іштен де кіретін жол жоқ. Ақиқатты таныса, осы жүрегімен ғана қапсыз тану мүмкін. Болмаса, бұл мақұлықтың бізден артық қасиеті жоқ, деді масаттан. Осыдан соң күллі періште Құдайға арыз айтып жалынды. Я Алла, сен адамды жаратпа, ұрпағын жер жүзіне таратпа. Бұл ертең тән қалау үшін күнә жасап, қылмысқа ұрынады, соғыс ашып қан төгеді, зорлық-зомбылық, қиянат жасап, қорлық адамға тән екен, деді. Сол кезде ұлық Алла, әй, сендер менің білгенімді білмейсіңдер. Оны қандай хикметпен жаратқанымды ұлы жаратушы өзім ғана білемін. Сендер білгіш болсаңдар, мына заттардың сырын ашып, табиғатын түсіндіріп беріңдер, деп ғайыптан бір әлем шығарды. Бұрын соңды білмейтін беймәлім әлемді көргенде періштелер ауыздарына құм құйылып, тосылып қалды. Сол кезде Құдай тағала адамның тәніне өзінен рух деген затты үрлеп, жүрек көзін ашты. Қане орынбасарым, мына заттардың атын атап түсін түсте, ғылымыңды паш ет, деп адамға әмір берді. Жүрек көзі ашылған адам іркілместен табиғаттың бүкіл ғылымын жайып салды. Періштелер адамның ғылымына қайран қалды. Сосын Құдай, енді менің орынбасарыма сәжде жасап, оған құрмет көрсетіңдер, деп әмір етті.
Ілім-білім сайысында адамнан жеңіліп пұшайман болған періштелер жапа-тармағай сәждеге бас қойды. Адамнан мін іздеп Алланың шеберлігіне шек келтірген ібліс қана іркіліп қалды. Адамның артықтығын мойындауға тәкаппарлығы жібермеді. Мен-мендігін жеңе алмаған күйі шалқайып тұра берді. Тәңір тағала: «Әй ібліс, сен неге менің әмірімді орындамайсың?» деді. Ібліс: «Ол топырақтан, мен оттан жаралдым, мен одан артықпын» деді. Ұлық Алла қаһарланып: «Шық менің дәргейімнен, өзін өзгеден артық қою менің ең жек көретін мінезім» деді де іблісті қууды Жебірейілге тапсырды. Сол кезде Жебірейіл ібліске сұқ саусағын қадап тұрып: «Мына малғұнның мойнына қарғыт қамысын кигізіңдер» деп періштелерге бұйырды. Жебірейіл сұқ саусағы іблістің жүзіне тігінен қадалғанда, оның бұрынғы періште сипатының бәрі ағып түсті. Тас төбесінен екі мүйіз, артынан салаңдаған құйрық шықты. Аяғы тұяққа айналды. Екі құлағы тік шығып, денесін қара жүн басты. Бұрынғы жарқын жүзі сол заматта солды да, бет әлпеті қорқынышты құбыжыққа айналды. Періштелер оны тырп еткізбей ұстады да, мойнына қарғыс қамытын қинап кигізді. Сол сәтте ібліс қорыққаннан кіші дәретін бұтына жіберді. Осыдан бастап сұқ саусақты адамға қарата шошайтуға болмайды деген тыйым қалды. Куә болып қарап тұрған періштелер шүкіршілік етіп екінші рет сәждеге бас қойды. Намазда 2 рәкат сәжде жасау періштелердің сүндеті екен. Қарғыс қамытын кигізген соң періштелер іблістің теңіздің суына тұншықтырды. Ол шаңғырып қасарысып бақты. Малғұнның денесі тигендіктен теңіз суы ішуге жарамсыз ащы суға айналыпты. Ібліс судан шыққан соң ызаланып адаммен өштесті. Ол адамның кесірінен қарғысқа ұшырадым. Қиямет қайымға дейін оның ұрпағымен жауласамын. Саған шын берілген таза жүрек, момын құлдарыңды азғыруға әлім келмес, бірақ дүние менікі деп ойлайтын ғафылдардың біреуін қоймаймын. Бәрінің бағын байлап, бақытын қайтарамын деді. Сонда Алла тағала: «Маған тура жол бастайтын жалғыз жол шын пейіл мен таза жүрек» деді. Іблісті теңізге тұншықтырып жатқанда балықтар жиналып, оны айналшылап қарап тұрды. Сол кезде малғұн аузын жаппай: «Ей балықтар, қамданыңдар, бастарыңа қатер төнді. Мына құдайларың адамды жаратты, ертең ол жерге түседі. Оның асқазаны айуан атаулының қабірі. Қомағай қарны тойдым демейді. Көріңдер де тұрыңдар. Ол ақылымен өзен көлге, теңіз мұхитқа ауыз салып, қармақ тастап сендерді аулайды. Ілінгендеріңді аямайды. Ішек қарныңды ақтарып, етіңді қорек қылады. Олар ас-ауқатқа таласып, керек болса өз-өздерінде аямай қанға былғайды» деп адамды ғайбаттап жатты. Оның сөзін естігенде балықтардың зәресі ұшты. Қорқынышты хабарды дереу таратып бір-біріне жеткізе бастады. Малғұн іблістің сайқалдығы осы арада тағы анық байқалды. Ол балықтарға адамның нәпсі қуатынан шығатын ашқарақтық қасиеті жайында ғана айтты. Бірақ оның махаббат майданында неше түрлі миға сыймайтын ерлік істер істеуге қабілетті, құдіретті рухы жайлы ләм-мим деп ауыз ашпады. Білім сайысында өзінің жеңіліне себеп болған адамның жүрек көзі туралы жақ ашпады. Ал балықтар болса, адам туралы анық ақпаратты ұлық Алладан сұрамастан басқаларға тарата бастады. Істің анық-қанығын өзінен сұрамастан өсек таратқаны үшін Хақ тағала қаһарланып, барлық балықтың тілін суырып алды. Содан бастап балық атаулы сөйлей алатын қасиетінен айырылыпты деп осымен қиссамызды аяқтаймыз. Ал қанекей достар, осымен біздің әдемі вупипай тортымыз да пісіп шықты. Егер менің видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі бағдарламада кездескенше.